Күнделікті қолданыстағы ас содасы ауырғанда дәрі, керек болса косметикалық құралда бола алады. Айта берсек, оның кәдеге асар кезі көп. Сәлем достар, сіздермен бірге тек қана пайдалы арнасы. Бүгінгі видеода ас содасының қасиеттері мен пайдасы туралы айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Ас содасы медицинада, асханада, бет күтімінде, үй тазалығына жалпы көп жағдайда бізге көмектесе алады, әрі қолжетімді десек те болады. Ас содасының денсаулыққа пайдасы. Сүтке араластырылған соданың дәмі бала кезіңізден бері бәріңізге таныс шығар. Бұл қоспа әлі күнге дейін жөтел кезінде сізге ерекше әсер етеді. Дәрігер мамандар бір шай қасық соданы қайнаған сүтке қосып, ұйықтар алдында ішуге кеңес береді. Ал сүтті ұнатпайтын адамдар болса, оларға жөтел кезінде сода ерітіндісінен жасалған ингаляция, яғни тамақ булау көмектеседі. 1 литр қайнаған суға 1 ас қасық сода жеткілікті. Тамағыңыздың ауруына сода ерітіндісі ерекше көмектеседі. Оның 2 шай қасығын алып, 1 стакан жылы сумен араластырыңыз. Күніне 5-6 рет шайып тұруыңыз керек. Сода тамағыңыздың шырышты қабығын суландырып, тамақ қышуын тоқтатады. Конъюнктивит кезінде көзіңізді жиі сода ерітіндісімен жуғаныңыз дұрыс. Алайда бір ескере кететін жайт, бір мақтаны тек 1 рет қолданыңыз. Сода медицинада баяғыдан бері аритмияға қарсы дәрі ретінде қолданылып келеді. Кенеттен жүрегіңіз қатты соғып ауырса, соданың жарты шай қасығын тұтынып тоқтатуға болады. Гипертония кезінде де өте пайдалы. Ағзадағы сұйықтық пен тұзды шығарып, артериялық қысымды төмендетеді. Соданы шай қасықтың жартысына салып, дәріңізбен бірге тұтыныңыз. Қоғамдық көліктерде басыңыз айналып, құсқыңыз келсе, өзіңізбен бірге ас содасын алып жүруді ұмытпаңыз. Егер біреу қышқылға күйіп қалса, оған тез арада сода ерітіндісін жағып байлап тастаңыз. Соданы ауыр жарақат алып, көп қаныңызды жоғалтқанда немесе бір нәрседен уланғанда алғашқы көмек ретінде қолдану қажет. Ол үшін сода мен тұз ерітіндісін дайындағаныңыз дұрыс. Дайындау жолы өте қарапайым. 1 шай қасық сода мен 1 шай қасық тұзды алып, 1 литр қайнаған суға салып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған соң, әр 5 минут сайын тұтыныңыз. Аузыңызда содамен шаю арқылы тіс ауруларынан аман қаласыз. Ыстық сода ерітіндісін дайындап қойып, күніне 5-6 рет аузыңызды шаюды күнделікті әдетке айналдырыңыз. Сонда сізге тіс дәрігеріне қаралуыңыз да қажеті болмайды. Сонымен қатар, сода тамаша косметикалық зат. Оны сабын ұнтағымен араластырып, аптасына 2 рет бетіңізді сүртіп тұрыңыз. Ол сіздің бетіңізді безеулерден құтқарады. Сода тіс пастасының да орнын ауыстыра алады. Оны мақтаға малып алып, тісіңіздегі тат кеткенше ысқылаңыз. Көп ұзамай нәтижесіне көзіңіз жетеді. Сода ерітіндісі құрт құмырсқа, шыбын-шіркей шаққан жерлерді де тез кетіреді. Егер шаққан жеріне күніне бірнеше рет жақсаңыз, орны да қалмайды және жараның аузына микроб түсірмейді. Жұмыстан қатты шаршап келген күні кешке содамен аяғыңызды уқалаңыз. 5 ас қасық соданы 10 литр жылы сумен араластырсаңыз жетеді. Содан кейін 15 минут аяғыңызды суға салып, уқаласаңыз, шаршағаныңыз бірден басылады. Асқазан қыжылы кезінде ас содасының ерітіндісін ішу көпшілігіңізге таныс болар. Мұны бірнеше жылдан бері естіп жүрміз. Алайда, дәрігерлердің айтуы бойынша ас содасын ішкенде кейбір адамдарда кері әсер беріп жатады. Мұндай жағдайда ас содасын қабылдау дұрыс емес. Тек қана дәрігердің кеңесі арқылы ғана ем жасағаныңыз жөн. Жүрек тарсылдап, қатты соққан кезде де жарты шай қасық соданы тілдің астына салып қою керек. Ас содасының қан қысымын түсіруге де септігі зор. Ол денедегі артық ылғалды шығарып, қан қысымының төмендеуіне көмектеседі.
Тұмауратып ауырғанда адамның мұрнынан су ағатыны белгілі. Сондайда күніне 3-4 рет сода ерітіндісін тамызу керек. Көз былшықтанған кезде ас содасын суға салып, мақтамен сүртсе, көз тазарады. Саусаққа жара шығып, іріңдеп, қабыну байқалса, жарты литр жылы суға 2 ас қасық ас содасын ерітіп, саусақты батыру керек. Ауырған саусақты осылайша күніне 3-4 рет батырса, іріңі басылады. Көп терлейтін адамдар күнделікті таңертең ас содасы қосылған суға мақтаны батырып, қолтығын сүртсе, күні бойғы жағымсыз иістен құтылады. Жалпы ас содасы қос көмір қышқылды натрий немесе натрий бикарбонаты, ақ түсті кристалды ұнтақ. Улы емес, өртенбейді, жарылмайды. Тұрмыста қолданылатын техникалардағы жағымсыз иісті кетіру. Егер тоңазытқыштан жағымсыз иіс шықса, ас содасының ерітіндісіне, яғни 1 стакан суға 2 ас қасық малынған шүберекпен ішін сүрту керек. Әрі шүберекті жарты сағаттай тоңазытқыштың ішіне қалдырса, иіс бірден жоғалады. Ыдыс-аяқ жуатын раковинадан кейде бір жаман иіс шығады. Бұл иісті кетіру үшін тұз, ас содасы мен сірке суының әрқайсысынан 1 ас қасықтан алып, оған жарты литр қайнаған су құйып, жатар кезде осы ерітіндіні раковинаға құйыңыз. Осылайша 1 ай бойы раковинаны шайып отырсаңыз, ондағы сасыған иіс жоғалады. Ескі жиһаздағы жағымсыз иісті кетіру үшін оның ішіне құрғақ ас содасын сеуіп қойыңыз. 1-2 сағаттан соң шаң сорғышпен сорғызып алыңыз. Ыдыс-аяқтарды сарғайған дақтардан қалай тазартады? Әсіресе шыны мен фарфор және күмістен дайындалған ыдыстардағы май мен кірді бірден кетіреді. Ыдысты тазалаған кезде содаға шамалы су қосып пайдаланыңыз. Күмістен жасалған қасық, шанышқыларды тазарту үшін түбіне фольга қағазы төселген кастрюльге салып, үстіне ыстық су құйып, жарты стакан ас содасын қосады. Осындай тазартудан кейін қасық пен шанышқылар бұрынғы қалпына келіп жарқырап шығады. Күнделікті тұрмыста қолданатын электрлі немесе газ пештерге тағам тасып төгілгенде ас содасымен ысып жуып жіберсе, жарқырап шыға келеді. Арнайы химиялық қоспалардың бағасы өте қымбат, ал ас содасының бағасы олардан бірнеше есе арзан. Олардың ластанған жерді тазарту деңгейі бірдей екендігін білеміз. Сондықтан да ас содасын тазартқыш құрал ретінде тұтынған анағұрлым үнемді. Ас содасының шығу тарихы және өндірілуі. Анри Луи Дюамель де Монсо, француз химигі, дәрігер, ботаник, агроном, физик, инженер, әдебиеттанушы әрі жазушы. Ол 1736 жылы көл суынан таза сода алды. Ол соданың натр атты химиялық элемент екендігіне көз жеткізді. Николя Леблан, француз химик-технологы. Ол 1742 жылы Францияның Ивуале-Пре қаласында қарапайым отбасында туған. 1751 жылы әкесі қайтыс болған соң, отбасылық достары дәрігер Бенге жібереді. Қамқоршысының ықпалымен Леблан медицина саласына көңіл бөле бастайды. 1759 жылы қамқоршысы қайтыс болған соң, Париж қаласындағы хирургиялық колледжге оқуға түседі. Жоғары білім алып, медицина саласында қызмет етеді. 1775 жылы отбасын құрып, балалы болады. Дәрігер ретінде табысы отбасын асырауға жетпеуі себепті. Орлеан герцогы Луи Филипп II сарайының дәрігері болу ұсынысын қабылдайды. 1791 жылы ол ас содасын жасанды түрде өндіру жолын ойлап тапты. Ас содасын жасанды түрде алу жолы көпке дейін құпия сақталды.
Ал Ресейде 1860 жылдары 1 Петр патша тұсында шетелден сода тасыған және оны зода немесе зуда деп атаған. Ал 1864 жылы Лебланның технологиясымен сода өндіру зауыты жұмыс істей бастаған. Осылайша Ресейдің өз зауытының салынуымен химия, медицина, тағам өндірісіндегі көшбасшылық жолы ашылды. Бүгінгі күнде әлемде жылына миллиондаған тонна өнеркәсіптік сода өндіріледі. Дүние жүзінде тек 2 мемлекетте ғана сода өндіріледі. Соның бірі бүгінгі күнде біз қолданып жүрген ас содасы Башқұртстан мемлекетінде өндіріледі. Достар, бүгінгі пайдалы ақпаратым ұнаса, видеоға лайк басып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сонымен қатар каналға жазылуды да ұмытпаңыз.